әйелі вакцина салдырған жоқ, күйеуі салдырды, бірақ қосылғаннан кейін ол вакцина деген 29 түрлі инфекцияның көзі. Ол бәрібір сперма арқылы әйеліне де барды. Әйелі шайды ішті, дыхательный ішті, жақсы, ауырған жоқ ол, бірақ слабость дейді, өмірі слабость дейді. Сайлапай терлей берем, слабость болып жатырмын дейді. Сосын мен айттым, күйеуің вакцина салдырмады? Иә. Онда сен көтеремін деп ойламай-ақ қойдым. Лучше мына тоникті алып ішсін деді. Сөйтіп ол мынау тоникті алып ішті, вообще выделение жоқтығын дейді менде дейді. Бір апта бойы дейді, бір сасық выделение келді ғой дейді. Түрі жаман емес дейді, бірақ иісі деген не базын дейді сасық. Иісі өте сасық дейді да. Міне мынау тоник. Күйеуі 5 симптомны жүріп жатыр, әйелінен кәдімгідей выделение. 3 апта жүрді сөйтіп сасық болып. Екіншісін алып ішті, екіншісін алып ішіп, бітейін деген кезде болды выделение тоқтады дейді ғой. Ешқандай гинекологқа, мына қараңыздар, гинекологқа приемға барады, мазок тапсырады, приемға төлейді, қанша анализ тапсырады, өзі естейді. Өлгенде 10 мың кетеді. Барлық, любой әйелімнен тоникті ішу керек. Күйеуі де ма? Күйеуі де. Өйткені қараңыздар, мен жаңа айтып жатырмын ғой, сіздер бәрібір күйеу деген. Күніне 5 рет ішті ма? Начало 2 реттен бастады, сөйтіп барып көтерді да. Ол 5 реттен ішкен анау жаңағы паразит. Бұл 2 реттен ашты. 2 реттен ішті, бірақ екінші флаконын бітірейін деген кезде вообще выделение жоқ болып кетті дейді. Тоник ішкенге дейін ода кәдімгі выделение бар еді дейді, бірақ ондай көп емес дейді. А мына тоникті қалай бастады шаймен бірге, кәдімгідей тұйылып келеді, ананың мына аяқта прокладкадегі иіс мұрныма келеді дейді. Не деген жиіркеніште жүрдім дейді ғой. Сағат сайын ауыстырам, сағат сайын дейді. 2 капля тамсада дейді, кейде жаңа туалетте кіші дәретке отырғанымда да выделение өзінен өзі келеді ғой, автоматически, иә. Құсқым келеді дейді ана выделениенің иісінен. Енді сол не деп ойлайсыздар? Оның бәрі паразит. Паразиттер, өлген паразиттерді шығарып тастап, мына организмдегі, мынау эндометрияға дейін тазартады тоник әйелдердегі. Ешқандай гинекологқа да бар. Еркектерге восстановить ете ме? Еркектердегі простатит, парапроктит дегеннің бәрін жұлып тастайды, вообще жоқ болады. Енді мынау қазір вакцина салдырған любой еркекке антивируспенен мынау тоникті беріңіздер шаймен қосып. Сол кезде мынау салынған жаңағы вакцинаның әсері де кетеді. И өзі де восстановлениеге кетеді.